Көрші тұратын әуес апа мен ақан ата аузын ашса жүрегін көрінетін аңқылдаған керемет жандарытын. Бүкіл ауыл-аймақ құрмет тұтушы еді. Тек менің әжем ғана әуестің атын естісе тыжырынып қалушы еді. Осынысын түсінбедімін, тек бертінде ғана сырын ұқтым. Бір күні шешем даладан айқайлай кіріп, апа, жүріңізші, әуес әжем есік алдында құлап қалыпты, аяғы құрысып қалыпты, орнынан тұрғыза алмай жатырмыз деген жан ұшыраған дауысын естідік. Әжем әуелгіде түсінбей аңтарылып тұрып қалды. Сәлден кейін санасына сәуле түскендей, ақыры ұрған екен ғой, деді. Ол кезде баламыз, ештеңе түсінбедік. Көрші қолаң жиылып әуес әжені оңалта алмады. Аудан орталығына көлікпен жеткізген екен. Ауруханада бір жеті жатқан соң дәрігерлер сал ауруы орнынан тұрып кетуі неғайбыл, дайындала берсеңіздер де болады деп шығарып салыпты. Содан әуес әже төсекке таңылды. Бір қол, бір аяғы жансыз. Біреудің көмегі болмаса, өзі тамақтана да алмайды. Бала шағасы біраз қарайласқанымен, бәрінің отбасы бар, бәрі жөнімен тарасты. Содан әні кетеді, міне кетеді деген әуес әжеміз бақандай 10 жылдан артық өмір сүрді. Бұл кезде біз ес жиып етек жапқанбыз. Бала кезден көкейіме жатталып қалған сырды ақыры шыдамай, бір күні әжемнен сұрадым. Әжемнің ұрған екен ғой деген сөзі расында да сан жылдар маза бермей құпияны білмекке деген құмарлық басып келгені растын. Әжем бипаздап отырып әңгімесін бастады. Әуес екеуміз араға апта салып, осы ауылға босаға аттағанбыз. Айлас әйел мұңдас дегендей, екеуміз қатар түскеннен кейін расында да бір-бірімізден сыр жасырмай жақсы араласатынбыз. Әуестен күне жоқ қой, бәрі де қыздардан. О жазған топырлатып бірінен кейін бірін 4 қызды дүниеге әкелді. Одан кейін үміті үзілген еді, балалы болудан. Арманда кетпесін деді ме, жаратқан о тілегінде қабыл қылды ғой. Кейіннен 2 ұлды болды. Қыздары әуестің сорына қарай жігіт құмар болды шетінен. Аңдығандары көше, той-томалақтан қалмайды. Үлкені желігіп жүріп жүкті болып қалды. Оны әйел өлген еркекке күйеуге беріп құтылды әйтеуір. Екіншісі де алдыңғы арбаның соңынан кетті. Ол да босаға аттамай жатып, аяғы ауырлап қалып масқара болды. Ол кездері қыздың оң жақта отырып жүкті болғаны масқара іс саналатын. Ауыл біткен бетіне түкіріп, ол үйден 6 қадам ары жүретін. Мұндай масқараға шыдай алмағандары көшіп те кететін. Жымын білдірмей мұнысын да ұзатпақ болдау, бірақ қолайлы адам табылмады. Көзінен жас құрғамайтын болды әуестің. Қайтсын, байғұс шеше ғой, ішінен шыққан шұбар жыланын не өлтіре тастай алмайды, не қуып жібере алмайды. Сөйтіп дымы құрыды ғой, айы күні жетіп отырған қызын ең болмаса әпкесінің үйіне барып босансын деді ме, еккештің ортасына жолға шығады ғой. Ол кезде көлік деген атымен жоқ, атымен арбасы барлар бай саналатын заман ол кезде. Содан жаяулап жалпылап келе жатқандарында қызының толғағы басталады. Айдалада егіс ортасы, жан баласы жоқ, содан қызы баласын босана алмай әбден қиналады ғой. Екі бейбақ екі жақтан не істерлерін білмей аласұрады. Таң атқанға дейін бебеу қаққан қызы ақыры босанып бала келеді дүниеге. Кіндігін пышақпен қиып орайтын киімі де жоқ, бидайдың сабағын жұлып, соған ораған сыйды. Әбден қиналып естен танған қызы баланы тастап кетейік дейді. Шеше байғұс үйіне апарса шалының кіргізбейтіні анық, ешқайда сыймасын және біледі. Қимаса да амалсыз қызының айтқанына көнеді. Сөйтіп айдалаға бидайдың арасына баланы тастап жөніп кетеді. Бірнеше шақырымға ұзағанға дейін баланың шырқыраған жылаған дауысы айналаны шуға бөлеп тұрыпты. Бірақ жүрегі тастан жаралған ба, екеуі де артқа қайрылмай кете барған ғой. Баланы қасқыр жеп кетті ме, жоқ біреу тауып алды ма, ешкім білмейді. Ауылға келген соң әуес мұны ешкімге айтпа деп жылап отырып жырғып жеткізді. Оның соншылықты тас мейірлігіне көңілім қалғанмен, содан қайтып оған жібіген емеспін деді әжем. Әжемнің әуес әжеге неге тыжыранатынын енді түсінгендей болдым. Расында әжем айтқандай әуес әжені баланың киесі ұрған шығар. Кім білген, өмірінің соңына дейін не жүре алмай, не тұра алмай, әбден қиналып барып өмірден өтті байғұс.